Дастан Оразбеков десе тыңдармандардың көз алдына ең бірінші орда тобы келетін анық. Бірақ соңғы кездері топ сахнадан көрінбей жүр. Ал оның себебін шыны керек бағдарламасында Дастан былай деп түсіндірді. Біз енді менің ойымша қазір 2020 жылға дайындалып отқан шығармыз деп ойлаймын, өйткені орданың 20 жылдығы болады. Сондықтан да біз енді өзіміздің келісуіміз бар. Соңғы бір жарты жылда немесе 8 ай қалғанда бәріміз бас қосылып, жаңа ән жазып, жаңа бейнебаян түсіріп, 20 жылдыққа камбэк жасағымыз келіп отыр деп ойлаймын. Сондай-ақ Оразбеков топтан бөлек жеке шығармашылығына да көңіл бөлуді ұмытпаған. Егер творчестволық, онда қазір жаңа ән шықты, Қара қарындас деген. Бірақ ел алдына тараған жоқ. Сұхбат барысында Дастанның осыдан біраз уақыт бұрын продюсерлік етіп жобасының сәтсіз аяқталған кездері де қозғалды. Енді өзіме келетін болсақ, кішкене дайын емес екенін түсіндім. Басқаруға, иә, оның үстіне бір кішкене қалталы бола бастадым. Анау енді алтын періште, алтын күрсі жылында демекші кішкене сондай бір сәттер болды, оны орындау керек деп ойлаймын. Одан бөлек Дастан продюсерлік еткен ТТ тобының жігіттермен орын алған келеңсіз жағдайды да еске алды. Жігіттердің бір ақаулығы, бір азаматтарды алып келіп, қоқылық көрсетіп, саған? Иә. Жіберсін деп па? Иә, жіберсін дегенде осыншама ақшаны қойыңыз, біз осыншама жұмыс жасадық, біз бекерге бекер жұмыс жасадық деген. Енді сондай бір түсініспеншіліктер болды. Егер Оразбеков шығармашылығындағы біраз жайттарды айтып көңілі түссе, ал отбасына келгенде Дастанда бәрі жақсы. Тіпті әнші жарына деген махаббатының бұрынғыдан да күштірек екенін айтты. Менде бір-бірімізді бір жаңашылық көрген сияқтымыз. Иісіміз өзгерген секілді. Индияға барып келдің ғой сен. Индиядан кейін тіпті жақсы көремін. Сезімге толы әңгімеден соң Дастан көзіне жас алды. Жыламақшы, пожалуйста. Жоқ, жыламаймыз әрине. Алайда бұл көзден аққан жас Дастанның әкесіне деген сағынышынан еді. Оразбековтың қандай нәрсеге өкініш білдіргенін білгіңіз келсе, YouTube-тегі Гаку ТВ каналынан шыны керек бағдарламасының толық нұсқасын көріңіздер.